Бәріне сәлем, сіздермен Тоғжан Калаев, және де бүгінгі видеода бізде бастауыш блогерге көмек. Өзім де бастауыш блогермін, және де бастауыш блогерге көмектескім келді. Және де бірінші бастауыш блогерлерге көмек. Бүкіліміз ютубта канал ашқымыз келеді. Яғни барлығы осындай сұрақпен мазаланады. Қандай канал ашуға болады? Қандай тақырыпта? Сіз өзіңіздің ұнататын нәрселеріңіз туралы ашуыңызға болады. Мысалы спорт, мысалы косметика туралы, және де тағы да басқа. Және де ал егер сізде вообще идеяда болмаса, қандай канал, тіпті өз түріңізді түсіргіңіз келмесе, онда сізге мультиктар, кинолар, барлығы сондай передачалар әртүрлі көмекке келеді. Қазір адамдар не көреді? Қазір барлығы YouTube көреді. Сондықтан, егер бірдеңе ашқыңыз келсе каналда, онда мультфильмдар болады. Мысалы, балаларға арналған мультфильмдар салуыңызға болады каналыңызға. Сондай канал ашуыңызға болады. Ондай көп каналдар бар. Мысалы, Get Movies дегендей, осындай жетістіктерге жетіп отыр. Сондықтан, егер ашқыңыз келсе, тіпті ол миллионға дейін жетуіміз мүмкін. Және де біз жалғастырамыз. Міне сіз канал аштыңыз. Енді арғарай сізге видеолар түсіру керек. Енді сіз ойлайсыз, қандай видеолар түсіру керек? Бұл жерде әрине де балалар көмекке келеді. Балалар не үшін? Сіз айтасыз, балалар не үшін керек видео үшін? Олар бүкілін бұзады. Және де бір көмегі балалар өте күлкілі, тілдері бал. Сондықтан бүкіл көрермендеріңізді күлдіртетін болады. Ал барлығы күлкілі видеоларды өте жақсы көреді. Сіз олармен әртүрлі приколдар түсіруіңізге болады, әзілдеріне, неше түрлі күлкілі видеолар. Және де бұл жерде өте көмекке келеді. Және де үшінші, сіз міне видеоңызды түсірдіңіз, енді сізге монтаж жасау керек. Егер айтып қояйын тағы да, егер сізде жақсы камера болмаса, бұнда камера тіпті керек емес. Және де бұл үшін тек қана телефон келеді көмекке. Және де монтажға көшейік. Егер сізде компьютер болмаса, мысалы монтаж жасайтын өте керемет монтажер шығар шығарсыздар. Ол кезде көмекке келеді. Телефонда приложениялар өте көп приложениялар бар монтажға. Мысалы Android-тағы да айтайын енді. KineMaster, мен өзім видеода жасаймын, KineMaster'да жасаймын, және де видеошоуда жасаймын. Видеошоуды жасағам деген. Және де жарайды. Сонымен, енді сіз білесіз қандай приложениялармен монтаж жасауға болады. Енді сіз обложка жасағыңыз келеді видеоңызға. Мен де видеоға обложка жасаймын кейде. Мысалы, ал обложканы сіз жасауыңызға болады PixArt Studio. Бұл да Android-та да жазуға болады. Және де өте керемет приложение. Және де барлығын қиюға болады фотоларыңызды. Және де жақсы видео шығатын болады сізде. Енді сізге ойыңызға келеді, мысалы, видео түсірер алдында мені кім түсіретін болады? Әрине, мысалы, сізді біреу түсіретін болады. Мысалы, егер бір адам қолы бос болса, мысалы, бауырыңыз, әлде ағаңыз, апайыңыз, сіңліңіз, мүмкін сіздің мамаңыз түсіретін шығар. Және де әлде достарыңыз. Ал егер сізде түсіретін адам болмаса, онда сіз орындықтарды қойып, мен қазір орындықтарды қойып, үлкен, орташа, кішкентай, және де пластилинмен соткамды қойып, және де осылай түсіріп тұрмын видеомды. Енді бауырым кішкене көмектесіп тұр видео түсіргенде, ол қазір ойнап жатыр пластилинмен. Және де тағы да айтатын кезек, егер мысалы видеоңызды терезенің алдына түсірмеңіз ешқашанда күннің алдына. Сіздің бетіңіз қап-қараңғы болады. Керісінше терезенің алдына түсіріңіз. Сонда сіздің бетіңіз де денеңіз де жарық болады. Сізге ешқандай әртүрлі жарық керек болмайды. Егер
мысалы күндіз түсірсеңіз, ал егер кешке таман бір лампылар болса, осындай екі лампа мына жан жаққа қойып болады. Мен әйтеуір ондайды қолданбаймын, және де мен осылай түсіре беремін кәдімгідей. Және де міне біз осындай этаптарға бөлдік, қалай видео түсіруге болады, қандай Midjourney-арда монтаж жасауға болады. Барлығын мен сіздерге айттым. Егер ролик ұнаса, лайк басамыз, каналға жазыламыз Тоғжан Қалаев каналына, және де сау болыңыздар.